Асқазан қатерлі ісігіне қатысты 5 маңызды қауіп факторы бар. Біріншісі тамақтану және өмір салты. Тұзды көп тағамдар, өңделген тағамдар, тұздалған, өте ашы және тұздалған көкөністер, бұлардың бәрі асқазан қатерлі ісігінің маңызды қауіп факторлары болып табылады. Бұдан бөлек, егер сіз темекі шегетін болсаңыз, алкоголь тұтынсаңыз, бұл да асқазан қатерлі ісігінің дамуына ықпал етеді. Екіншісі хеликобактер пилори. Хеликобактер пилори асқазанда өмір сүре алатын маңызды бактерия. Бұл бактерия асқазаныңызда ұзақ уақыт бойы болса, ол созылмалы тітіркенуді немесе қабынуды тудырады. Нәтижесінде асқазаныңыздағы жасушалар қатерлі ісік жасушаларына айналуы мүмкін. Сондықтан бұл асқазан қатерлі ісігінің дамуына маңызды қауіп факторы болып табылады. Үшіншісі, отбасыңызда асқазан қатерлі ісігі немесе басқа да қатерлі ісік түрлерінің болуы. Бұл факторлар сізде асқазан қатерлі ісігінің дамуына бейімдік тудыруы мүмкін. Сондықтан егер отбасыңызда асқазан қатерлі ісігімен ауырғандар болса, міндетті түрде тексеруден өтіңіз. Төртіншісі, созылмалы гастроэзофагиалды рефлюкс ауруы. Рефлюкс асқазан қышқылы өңешке өтіп, асқазан мен өңештің ішкі қабатын зақымдайтын жағдай, бұл жасушалардың қатерлі ісікке айналуына әкелуі мүмкін. Бесінші фактор, семіздік. Артық салмақта созылмалы гастроэзофагиалды рефлюкс пен асқазан қатерлі ісігіне бейімдік тудырады.